Олардың ата-аналары қайтыс болғаннан бері Юн бала кезінен Денниге жалғыз қамқор болды. Аман қалу үшін Юн көп жұмыс істеді, бірақ оның қолдауы болмағандықтан адамдар оны өз пайдасына пайдаланып, оған өтірік айтып, ақшасын ұрлауды жалғастыруда. Бір күні Юн мұңайып тұрғанда, оның телефоны шырылдады. Қоңырау шалушы оған жұмыс ұсынды, ал Юн ақыры өмір оған күлімсіреп тұрғанын ойлап, өзін бақытты сезінді. Бірақ бірнеше минуттан кейін ол адамның оған өте аз ақша төлеп, оны басқалар сияқты пайдаланғысы келетінін түсінгенде, бұл бақыт жоғалып кетті. Юн ақыры шыдамын жоғалтып, онымен айтысып, шындықты айтып, трубканы қояды. Дәл осы сәтте біреу есікті қағады. Юн қазірдің өзінде ашуланып, бұл жолы не болғанын білгісі келеді. Есікті ашқанда үйдің иесін көреді. Әйел оған жұмсақтықсыз 3 ай бойы жалдау ақысын төлемегенін еске салады, және тек өзінің жағдайына байланысты оны әлі күнге дейін сыртқа шығармағанын айтады. Бірақ қазір ол сізге соңғы бір ғана мүмкіндік беріп отыр. Не 24 сағат ішінде төлеңіз, не үйден кетіңіз. Әйтпесе оның заттары сыртқа лақтырылады. Юн шошып кетеді де, сыпайы түрде одан сұрайды. Ол шынымен де қазір ақшасы жоқ екенін және жалдау ақысын төлеу үшін басқа жұмыс табу керек екенін айтты. Ол тағы 2-3 күн сұрайды, бірақ үй иесі салқын түрде бас тартады және оған бәрібір екенін айтады. Ол Юнға өз қалауынша билік ете алатынын, бірақ 24 сағат ішінде төлеуі немесе кетуі керек екенін айтады. Ол тіпті полицияға хабарласамын деп қорқытады және бұл туралы барлық көршілеріне хабарлаймын деп қорқытады. Сондықтан оның үйін басқа ешкім жалға бермейді. Юн бұл әйелдің жүрексіз екенін және оның айтқанының бәрін істей алатынын біледі. Өйткені ол үшін тек ақша маңызды. Сондықтан Юн бірінші болып әрекет етуді шешеді және Денни екеуі демалыс күндеріне дейін көшетін арзанырақ пәтер іздей бастайды. Бұған дейін Юн Денниді мектептен алып кетуге келеді де, оның сыныптастарымен төбелесіп жатқанын көреді. Ол балалардың Денниді жетім деп қорлайтынын біледі. Сондықтан олар оның мектеп лагеріне қосылуын қаламайды. Юн ашуланып, Денниден оны жылатқан балалардың кім екенін сұрайды. Ол оларға сабақ беретінін айтты, бірақ Денни оған сабырлы түрде ата-анасының жоқтығынан адамдардың оны мазақ етуіне үйреніп қалғанын айтты. Мұны естіген Юн өзін кінәлі сезініп, әпкесі ретінде сәтсіздікке ұшырады деп ойлайды. Сондықтан ол Денниді дұрыс қорғауға бел буады және оған міндетті түрде лагерге баратынын, ал Юн тіпті оған ең жақсы лагерь сатып алатынын айтады. Денни әпкесінің оған араша түскенін көргенде өзін бақытты сезінеді, бірақ балалар тағы да қатыгездікпен сөйлейді. Олардың айтуынша, Юн оған шатыр сатып алса да, ол Деннидің әкесін де сатып ала ма? Өйткені олардың барлығының әкелері бар және олармен бірге жүреді. Ал Денни мен оның әпкесі ешкімге қажет емес болғандықтан жалғыз қалады. Юн ашуланып, балаларға айқайлап, олардың қалай қатыгез болуы мүмкін екенін сұрайды. Оның айтуынша, егер ата-анасы оларға әдептілікті үйретпесе, онда ол оларды өзі үйретеді. Ол олардың артынан жүгіреді, ал Денни оның соңынан еріп, оның ата-анасы жоқ деп мазақ еткені жеткілікті екенін айтып, тоқтауын сұрайды. Енді олар әпкесінің де жынды екенін айтады. Бірақ Юн әлі де тоқтамайды және бүгін оларға әдептілікке үйрететінін айтады. Жалғастырмас бұрын, ол келесі адамдарға ерекше сәлем жолдайды және барлығына бейнені көріп, арнаны қолдағаны үшін алғыс айтады. Содан кейін оқиға жалғасады. Осыдан кейін Юн досы Леомен кафеге жұмысқа кетеді. Лео ата-анасы қайтыс болғаннан бері оған үнемі көмектесіп келе жатқан жалғыз адам. Әдеттегідей Юн оған бәрін айтып береді. Кейбір қатыгез балалар Денниді мектепте қалай қорлағаны және үй иесі оларды үйден қуып жіберуге тырысқаны туралы. Леоны жұбатуға тырысады, бірақ Юн мұның қажеті жоқ екенін айтады. Өйткені ол бұл балаларға сабақ беріп қойған және олар бұған батылы бармайды. Денниді қайтадан мазалау үшін Лео оған сабырмен істеген ісінің дұрыс емес екенін айтады. Өйткені Денниді жалғыз қалдырудың орнына бұл балалар енді оны одан сайын қорқыта алады. Юн өзін нашар сезінеді және оның ашуланып әрекет еткенін түсінеді. Абдырап қалған ол Леодан Деннимен қарым-қатынасын жақсарту үшін не істеу керектігін сұрайды. Әдеттегідей, Лео оған көмектесуді шешеді. Ол Юнға жұмыстан ерте кетіп, Денниді ауыстырып жатқанда оған тосын сый жасай алатынын айтты. Бұл ғана емес, ол оған Деннидің өзін жақсы сезінуі үшін тамақ, ойыншықтар мен сыйлықтар сатып алу үшін ақша береді. Басынан өткерген барлық нәрселерден кейін Юн қатты эмоционалды болып, оған алғыс айтып, оны әлемдегі ең жақсы аға деп атайды. Лео ұялып, аға деп қайталайды. Содан кейін әзілмен оған өз ойын өзгерткенше кетуін айтады. Юн күлімсіреп, Деннидің сүйікті асын дайындайтынын айтады. Содан кейін ол қуана кетіп қалады. Осы кезде Денни достары болмағандықтан не істерін білмей, жалғыз өзі көшелерді кезіп жүр. Кездейсоқ ол әкесі мен қызы бірге тамақтанатын пиццерияны көреді. Денни сыртта тоқтап, оларға тыныш мұң мен сағынышпен қарайды, бірақ ішіндегі ер адам ашулана бастайды және иесіне бұл қызға ештеңе істей алмайтынын айтып, бірдеңе жасауын айтады. Пиццериядағы ер адам ашулана бастайды, өйткені Денни сыртта тұрып, оларға қарап тұр. Ол иесіне оған бірдеңе жасауды бұйырады, өйткені ол тыныш тамақтана алмайды. Үй иесі ашуланып шығып, Денниден мұнда не істеп жүргенін және ата-анасының қайда екенін сұрайды. Денни жазықсыз ата-анасы жоқ деп жауап береді. Ол жалғыз қалды, бәрі қайтыс болды. Бірақ иесінің оған деген жанашырлығы жоқ. Оның орнына ол оның бетіне жазылғанын қатыгездікпен айтып, дереу кетуді бұйырады. Денни мұңайып, өзін қорғай алмай, үнсіз қалады. Дәл осы сәтте біздің ер кейіпкеріміз, сүйкімді және сымбатты Джон пайда болады. Бұл кісінің кішкентай қызбен сөйлесіп тұрғанын көргенде, оның қаны қайнай бастайды. Бұл кісінің баламен қалай осылай сөйлесетініне таң қалады. Ойланбастан, Джон бір қадам алға басып,
ер адамды итеріп жіберіп, оған мұндай сөздерді айтуға қалай батылы барғанын сұрайды. Ер адам жауап ретінде айқайлап, Джонның кім екенін сұрайды. Джон оның көзіне тіке қарап, сабырлы түрде Деннидің әкесі екенін айтып, онымен қандай да бір мәселе бар жоғын сұрайды. Бұл кісі бірден қорқып, оның қызы екенін білмейтінін айтып, кешірім сұрады. Содан кейін ол Денниге бұрылып, оның не жегісі келетінін сұрап, оған бүкіл мәзірден бірдеңе ұсынды. Джон Денниге қалаған нәрсесіне, тіпті қаласа, бүкіл мейрамханаға тапсырыс беруге және ақша туралы алаңдамауға кеңес берді. Өйткені ол бәрін сатып алады. Оған диета дайындаңыз. Денни қатты қуанып, қолындағы ең үлкен пиццаны алғысы келетінін және екеуінің бірге жегенін қалайтынын айтты. Ол үшін ең бастысы олардың бірге болуы. Осы уақытта үйіне оралып, Деннидің барлық сүйікті тағамдарын дайындап жатыр. Өйткені ол оны таң қалдырғысы келетіндіктен оны қуанышпен күтеді. Кейінірек Денни үйге өте қуанышты түрде оралады. Бірақ үйін бір түрлі нәрсені байқайды. Ол Деннидің қайда болғанын және неге сонша уақыт кеткенін сұрайды. Денни жауап беруден жалтарып, өзін нашар сезінгенін айтады. Сондықтан ол қаланы аралауды шешті. Үйін оған толық сенбейді, бірақ ол әңгіме тақырыбын ақырын өзгертеді. Ол Денниге бүгін мектептегі ең жақсы күнін өткізбегенін, бірақ оған тосын сый дайындағанын айтты. Оның сүйікті тауығы. Денни аш емес екенін үнсіз айтты. Үйін уайымдап, оны мазалап жүрген балалары үшін әлі де мұңайып жүрме деп сұрады. Денни бұл олардың кесірінен емес, одан да маңызды нәрсе үшін деп жауап береді. Үйін шошып, не болғанын және Деннидің бұл жолы қандай ақылсыз әрекет жасағанын сұрайды. Денни мұнда ештеңе болмағанын айтады. Содан кейін жұмбақ түрде Юнға одан бірдеңе сұрағысы келетінін хабарлайды және шынайы жауап алғысы келеді. Денни Юннан оның әдемі, ұзын бойлы және күшті әкесі болғанын қаламайтынын сұрайды. Юн күлімсіреп, онымен бірге ойнайды. Әрине, оның әкесі болғанын қалайтынын айтады. Содан кейін ол күрсініп, Денниден не істегенін сұрайды. Өйткені ол оған тамақ, заттарына ақша және жаңа киім береді. Денни оған ештеңеден кем түспейтінін, бірақ оған әлі де әкесі керек екенін, ал Юнға да керек екенін айтады. Юн ақырын келіседі, бірақ біреуін қайдан табуға болатынын сұрайды. Деннидің жүзінде тентек күлкі пайда болады және ол Юнға уайымдамауын айтады. Өйткені ол міндетті түрде оған біреуін сатып алады. Юн Денни жай ғана әзілдеп жатыр деп ойлап күледі. Келесі күні Юн өзі жұмыс істейтін кафеге келеді. Кенеттен оны бейтаныс адам тоқтатып, "Мисс Юн емес пе?" деп сұрайды. Юн қорқып, тез иә деп жауап береді. Бірақ ол еш нәрсе істемеді және адал жұмысшы. Ер адам оған қорықпау керектігін айтады. Өйткені бәрі жақсы. Ол тек онымен сөйлескісі келеді. Абдырап қалған Юн бұл жолы не болғанын және кішкентай Деннидің не істегенін сұрайды. Ер адам кездейсоқ Деннидің әкесін іздеп жүргенін естігенін айтады. Юн одан бетер абдырап, таңертең бірдеңе ішкен ішпегенін сұрайды. Өйткені ол әке іздеп жүрмін дегенде нені меңзеп тұр. Ол өзінің құрметті жас әйел екенін айтады, бірақ бір түрлі сөздер айтады. Ол сондай-ақ әкесі бар екенін айтады. Оған жер тыныш болсын. Квек сай. Дәл осы кезде жас әрі сымбатты жігіт кіріп келеді. Ол пайда болған бойда қыздардың бәрі еріп кетеді. Кейбіреулері есінен танып қала жаздады. Ал біреуі тіпті оған үйленуді ұсынады. Бірақ ол ешкімге қарамайды. Ол тікелей Юнға барып, оған визиткасын беріп, өзін Ж.Н. мырза деп таныстырады. Юн оған қарап, кездейсоқ оның қазір не істегенін қалайтынын сұрайды. Оның алақанынан сипа. Ол сабырлы түрде оның әкесі болатынын білгенін қалайтынын айтады. Юн шошып кетті де, бәрі есінен танып қалды ма, әлде мас па деп сұрайды. Ол оның қай әке туралы айтып жатқанын түсіне алмайды. Сосын Джон одан сөйлесуін сұрайды. Юн телефонынан ол туралы ақпаратты тез іздеп, үнсіз қалады. Ол керемет бай, атақты, сәнді көліктері мен жағажай үйі бар үлкен компанияның иесі. Юн оған есеңгіреп қарап, оның иесінен танып қалғанын сұрайды. Ол жас миллионердің оған неліктен келіп, оның әкесі болғысы келетінін және одан пайда көретінін айтқанын түсіне алмайды. Содан кейін Джон оған сіңлісімен кездескенін айтып, күтпеген жерден келісімшартты көрсетеді. Юн таң қалып, келісімшарттың не екенін және оның не үшін қол қойғанын қалайтынын сұрайды. Содан кейін оқиға мейрамханада Джон Деннимен кешкі ас ішкен күнге оралады. Кішкентай қыз оған өзінің өмірі, жетім екендігі, әпкесінің шығындарды әрең көтергені және күн сайын мектепте қорлық көретіні туралы айтып берді. Джон оған жанашырлық танытып, қандай да бір жолмен көмектескісі келді. Бірақ ақылды кішкентай Денни одан неге бұлай әрекет етіп жатқанын сұрады. Сен оған өте жақсысың. Ол оның кедей болғаны үшін оны аяйма, әлде одан бірдеңе алғысы келе ме деп ойлады. Джон оның қалай сөйлегеніне таң қалып, өз жасындағы қыз тек мультфильмдерді көру керек екенін айтты. Тамақ келгенде Денни ештеңе істемеді. Содан кейін Джон Денниден не болғанын мұқият сұрады. Денни оған шынымен де аш емес екенін айтты. Джон таң қалып, көшеге неге сонша ұзақ қарап тұрғанын сұрады. Денни шынымды айтсам, тамаққа қарамағанын айтады. Ол қызымен бірге әкесін бақылап отырды. Ол қызғаныш сезімін тудырды. Өйткені оның ешқашан әкесі де, нағыз отбасыда болмаған. Оның әпкесі ғана болды. Ол оларды асырау үшін үнемі аянбай еңбек етті. Джон оны қатты жақсы көреді. Біраз ойланғаннан кейін оның ойына өте күтпеген идея келіп, Денниге оның қызы болуды ұсынады. Денни күле алмай, байсалды сөйлеп тұрғанын және неге мұндай әрекетке барғанын сұрайды. Джон оған қыз керек, ал Денниге әке керек екенін түсіндіреді. Екеуі де бір-бірінің өмірінің жетіспейтін бөлігі. Деннидің жүзі жарқырап тұр. Ақырында оның басқалар сияқты әкесі болуы мүмкін. Ол бас тартқан адам қорқақ болады деп мәміле жасауды ұсынады. Қазіргі уақытқа оралсақ,
Юн келісімшартты оқып, Джонға сенімсіздікпен қарайды. Ол Денниді жынды деп санайды, және оның идеясымен бірге Джон сияқты жынды ғана ойнай алады. Юн оны балаға жаны ашыса да, оған жалған үміт артуға құқығы жоқ деп ұрсады. Бірақ Джон бұл әзіл емес екенін анық айтады. Ол шынымен Деннидің әкесі болғысы келеді. Юн ренжіп, оған қызықпайтынын айтады. Ол оған үйге келе салысымен Деннимен сөйлесетінін және жаңа қиындықтардың алдын алатынын айтады. Бірақ Джон одан екі жақтың да пайдасы тиетінін алға тартады. Оған қызы керек, Денниге әкесі керек. Ешкім ештеңе жоғалтпайды. Ол неге олар ең болмағанда тырыспайтынын сұрайды. Ақыры Юн тыңдауға келіседі. Джон оған әжесінің мұрасын талап ету үшін қызы керек екенін айтады. Әжесі оған өсиет бойынша үлкен серіктестік қалдырды, бірақ оның ұрпағы болуы керек деген шартпен. Алайда, оның ағасы, оқиғаның басты жауызы, бәріне қарсы және компанияны өзіне алғысы келеді. Оның адвокаты тапқан жалғыз заңды шешім Джонның жасырын некеден жасырын қызы бар сияқты көріну болды. Ол ашкөз ағасының компанияны иемденуіне жол бермеу үшін оны келесі отбасылық жиналыста таныстыру керек. Юн бұл өте драмалық оқиға екенін, бірақ оның әпкесіне еш қатысы жоқ екенін салқын түрде айтады. Ол Джонға өз мәселелерін оған араласпай-ақ өзі шешу айтады. Джон оның жүрегін елжіретуге тырысады, және әжесі бұл компанияны жақсы көретінін, енді ағасы оны жойғысы келетінін айтады. Оның бар тілегі оны қорғау. Сонымен қатар, бұл жалған келісім ұзаққа созылмайды. Бар болғаны бір ай. Оның сөздері Юнның екі ойлы болуына себеп болады. Ол одан ойлануға уақыт беруін сұрап, ертең жауап беретінін айтады. Кейінірек ойлана келе, Юн бұл мүмкіндікті елемеуге болмайтынын түсінеді. Соған қарамастан, ол алдымен өзінің адал досы Леомен сөйлесуді шешеді. Сонда ол оған өз пікірін шынайы айта алады. Ол Джонның ұсынысын және оның артықшылықтарын түсіндіреді. Бұл жай ғана ойын болар еді, және бұл оған Денниге басқа үй іздеп жүргенде қауіпсіз және лайықты орын табуға көмектесуі мүмкін. Бірақ Лео оған Джоннан аулақ болуға кеңес береді. Оның айтуынша, Деннидің әкесі болғысы келген белгісіз ер адамның кенеттен күтпеген жерден пайда болуы оған біртүрлі болып көрінеді. Леоны көрген сәттен бастап оның бойында жағымсыз сезім пайда болды. Бірақ Юн Деннидің қаншалықты бақытты және үмітті екенін көргенде, ол өзінің логикасын көрсетуге бел буды. Оны бір жаққа қойып, жүрегіңіздің шақыруын орындаңыз. Сонымен қатар, олар көшеге лақтыруға жақын болды. Сондықтан олар Джонның үйіне барды. Ол үлкен және әдемі, ал Денни күлкісін тоқтата алмайды. Ол алғаш рет еркін ойнай алатын үйі бар екенін сезінді. Джон оларды күлімсіреп қарсы алып, бірге өмір сүрудің кейбір ережелерін орнату керек екенін айтады. Юн таң қалып, неге ол жерде тұру керек екенін сұрайды. Ол онымен тек Денни қалады деп ойлады. Джон Денниге жалғыз өзі қамқорлық жасай алмайтынын анық айтты. Сондықтан Юн да қалып, оны бақылап отыруы керек. Юн келіседі, бірақ ережелерді талқылауды олар бұл жерге үйренгенше кейінге қалдыруды сұрайды. Джон келіседі. 3 күн өтті. Денни өте бақытты. Джон оған көптеген сыйлықтар береді және өзін ұстамайды. Ол тіпті оны мектеп лагеріне тіркейді. Ал Денни қуана бірнеше күнге кетіп қалады. Денни жоқ кезде Джон мен Юн ақыры үй ережелерін орнату үшін үстелге отырады. Алғашында Джон Юнға оның киіміне, әсіресе ол көрмеуі керек киіміне қол тигізуге рұқсат етілмейтінін нық айтты. Ең күрсініп, оның іш киімін жуу қателік болғанын айтып келіседі. Сонда Юн өз ережесін береді. Джонға заттарды сұрамай-ақ лақтыруға рұқсат етілмейді. Оның айтуынша, кеше лақтырған қораптары оған $500 табыс әкелуі мүмкін. Джон сабырлы түрде бәрін түсінетінін айтады. Содан кейін оны лайықты адам ете аламын деп қателескенін айтады. 3-ші ережеге келетін болсақ, Джон оның үйінде айқай-шу немесе дауыс көтерілмеуі керек дейді. Өйткені Юн үнемі шу шығарып, драма жасайды. Юн келіседі және олардың шағын келісімі бұзылады. Осыдан кейін Юн Денниге хабарлама жіберіп, лагердегі жағдайдың қалай жүріп жатқанын сұрайды. Денни бәрі жақсы жүріп жатыр деп жауап береді. Жақында оған жаңа әкесі қоңырау шалып, достарына сыйлықтар мен ақша, тіпті заттар жіберді. Қазір оны бәрі жақсы көреді. Жаңа сыныптастары оған жақсы қарайды. Енді оған ешкім күлмейді. Юн эмоцияға беріліп, Джонға әпкесіне қамқорлық көрсеткені үшін алғыс айтуға кетті. Бірақ кенеттен жәндік пайда болып, Юн қорқыныштан дірілдей бастайды. Джон оны өлтірмекші болды, бірақ ол да қорқады. Юн да тырысады, бірақ ол да сәтсіздікке ұшырайды. Ақырында Джон оны өлтіріп үлгерді және олар тойлап жатқанда, олар кездейсоқ төсекке құлап, бір-біріне үрейлене қарады. Кейінірек Юн Леомен телефон арқылы толқып сөйлеседі, бірақ қателесіп, ол менің жігітім қорыққан жәндікті өлтірді деп айтады. Лео абдырап, Джонның үйінде не істеп жүргенін сұрайды. Ол оған онымен барлық байланысын үзуді айтқанын еске салады. Юн тоңып қалады да, оған бұл туралы айтуды ұмытып кеткенін түсінеді. Ол қобалжып, Джонмен бірнеше күннен бері бірге тұрғанын айтады. Лео ештеңе айта алмай тұрып, кенеттен бейтаныс адам пайда болып, Юннан оның кім екенін және мұнда не істеп жүргенін сұрайды. Сондықтан достар, бұл драма сізге ұнады деп үміттенемін. Ал келесі бөлімді көргіңіз келсе, видеоға лайк басып, каналға жазылуды және екінші бөлімге пікір қалдыруды ұмытпаңыз.